Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бризоль тағамын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оп-оңай. Видеоның соңына дейін қараңыздар, алдымен каналға тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін бізге сиыр етінен фарш қажет болады, тартылған ет қажет болады. Оған татымына қарай тұзын және де қара бұрышты немесе жақсы көретін специяңызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен әрдайым осы специяды қолданамын, өзіме дәмі жақсы ұнайды. Және де мен мына жерде 350 грамм фаршты қолданып жатырмын. Әрқайсысын бөлек весімен бөліп алуға болады, немесе весіларыңыз болмаса көзбен өлшесеңіздер де болады. Әрқайсысын 70 граммнан бөліп алдым, және де бір жұмыртқадан қосып отырамыз. Әрқайсысын бөлек араластырып, бір ыдысқа осылай мен сияқты араластырған ыңғайлы. Осылай біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Табамызға сұйық майды құйып, және де араластырған жаңағы массамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Оттың асты орташа деңгейде болуы қажет, және де бір жағы 3-4 минуттай пісетін болады. Мінекей, бір жағы пісті, енді аударатын боламыз. Ол екінші жағында дәл солай 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің бризоліміз дайын болды. Дәл осылай қалғанында пісіріп алатын боламыз. Әрқайсысын 70 граммнан бөліп, менде 5 бризоль шықты. Барлығын осылай, дәл осылай пісіріп алдым. Үйіңіздегі адам санына байланысты фаршыңызды көбірек қолданып, 100 граммнан немесе қолдансаңыздар да болады. Бір жұмыртқа қосамыз әрқайсысына. Және де салмасына майонезге чеснокты араластырып, және де осылай ұсақтап туралған тәтті бұрышымызды салдым. Оның орнына сіздер помидор қолдансаңыздар да болады начинкасы ретінде. Өте дәмді болып шықты. Мен перецті қолданғаныма өкінбедім. Өте ерекше дәм беріп тұрды. Әрқайсысына бөліп осылай салмасын жағып шығамыз, және де орайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Ал достар, әдеттегідей менің рецепттерім ұнап жатса лайк басып, және де тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда келесі рецепттерімді жіберіп алмаңыздар. Күн сайын жаңа рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал достар, бризоль тағамымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. 5 минуттық тағам десек те болады. Гарнирге қалаған асыңызды қойсаңыз болады. Менде осы жолы пюре. Өте дәмді, ерекше тағам деп ойлаймын. Кешкі түскі астарыңызды ерекше етіп ұсынсаңыздар болады. Және де каналға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.